Ассаламағалейкум, құрметті қазақ елі. Түркиядан, Анталия қаласынан сіздерге жалынды сәлем. Түркияда 5 күн жүрсең, түркше сөйлей бастайды екенсің. Бұл жақта біраз қазақтарды кездестім. Енді көбісі орысша сөйлейді. Бір қазақты кездестім. Осы жақта Түркияда тұрып жатқаныма 5 жыл болды деді, көшіп кеткенмін дейді. Бірақ орысша сөйлейді екен. Мен қазақша сөйлесем, қазақша жауап береді, бірақ қайта орысша сөйлегенді жақсы көреді екен. Ал енді бір түріктер келіп еді жанымызға, түріктермен тамаша түркше сөйлейді екен. Енді түрікте қазақ не тіл ұқсас қой. Көп жерде аудармасақ бір-бірімізді түсініп тұрамыз. Соған қарамастан өз тілінде сөйлегісі келмейді, а түрік тілінде сөйлейді, жақсы сөйлейді. Сол қызық, адам түсінбейді. Өз тіліне келгенде орысшалап кетеді де, түрікше келгенде түрікше жақсы сөйлейді. А түріктер молодец. Бірақ тілде сөйлейді. Қаншама мына жерде ұлттар тұрады. Гректер бар, күрттер бар, армяндар бар, еврейлер бар. Тағы басқа ұлттар көп, неше жүр. Татарлар бар. Бірақ барлығы тек қана бір тілде сөйлейді, түрік тілінде. Бір тіл, бір мемлекет, бір ел. Барлығы түрік тілінде сөйлейді. Біз сияқты жалтақтап тұрмайды. Басқа бір елдің тілінде сөйлеп, өз тілі тұрғанда. Өз тілдерін, мемлекеттерін керемет, құрметтейді. Бәр жерде міне осындай флагтар ілінген. Түркияның флагы. Қай жерге барсаң да, осы Түркияның жалауын көресің. Керемет. Анталияда мына трамвайға да міндім, автобуспен де жүрдім. Трамвай автобустары іші бос екен. Біз сияқты сығылып тұрмайды, ешқай автобус трамвайда. Көшелерінде де машина жоқ. Сондайошым, таң қалдым мен соған. Анталия қаласы бұл ежелгі гректердің жері екен. Бұны Антолис деген баяғыда гректің патшасы салған бұл қаланы, кейінен түріктер тартып алған. Түріктер көбісі біздің ауылдан келген қарапайым қазақтарға ұқсайды мінездері. Пьяно россияну, очень скользко, осторожно. Это лево очень красиво, можно покушать завтра чай, кофе, свежий. Мынау 1971 жылы шыққан Fiat, оригинал Fiat, итальяндық машина. Кейін бұны орыстар Жигули қылып шығарды. 30 жыл Жигули болды ғой. Ол Жигули. Міне, осыдан Жигули туған. Мысықтардың ательдері. Мен ішінде отыр мысық. Міне, келе жатыр. Бірдеңе бар ма деп. Не керек саған? Тамақ? Саптыр ішкен жоқсың ба әлі? Біз ештеңе алған жоқпыз. Өзіміз әлі ішкен жоқпыз.
Қалайсың мына жер, жақсы ма? Достарың қайда? Ешкім жоқ қой ішінде. Ішінде екеуі отыр тағы. Saz ve tatsız oldu, perdele sarıp, kızlar tetik çekti, sen vurur ve saz ve tatsız oldu, perdele sarıp, kızlar tetik çekti, sen vurur ve kızlar tetik çekti, sen vurur ve. Ona pek çekmekti, bana değildi. Yarın bende, yarın Мынау кім деп ойлайсыздар? Бұл біз жас кезімізде жаңа жыл күні күтетін Дед Мороз, Санта Клаус, Аяз атамыз екен осы. Бұл Святой Николай дейді. Мынау артында тұрған шіркеуде жұмыс істеген екен. 200 жылдары Грецияда туып, осы жерге, Түркия жеріне келіп, осы шіркеуде жұмыс жасаған екен. Осы жерде жерленген екен. Сол жаңа жыл күні шығып, балаларға сыйлық таратады екен. Сөйтіп, бұны кейін жаңағы Аяз ата деп, Дед Мороз деп, Санта Клаус деген осындай атақтарға ие болған екен. Міне соның жұмыс істеген, өмір сүрген жері осы шіркеу, тарихи орын. Бұл шіркеуге шамамен сол 1200 жылдан бері есептегенде 2000-ға жуық уақыт тарихи өмірі бар. Міне осы жер, Түркия жері. Міне арқасына жаңағы мөшегін арқалаған Аяз атамыз міне балаларға жаңа жыл күні сол анау христиандардың Рождество деген мерекесіне қарсы балаларға сыйлық таратқан дейді. Міне осыдан біздің жаңағы жас кезіміздегі Дед Морозымыз осы тарихтан шыққан екен. Бүгінгі күні әлемнің түкпір-түкпір жерінен христиан өкілдері осы жерге қажылық жасап келеді екен. Міне қаншама адамдар жүр осы жерде аралап. Міне біздің Санта Клаусымыз тұр. Бұның ішінде міне христиани жаңағы осы Святой Николай дегеннің жаңағы суреттері. Мынаның ішінің бәрі толған сол діни заттар. Тарихи жерлер, Түркия. Мына шұңқырларға, осы таудың арасына баяғыда адамдарды жерлеген екен.
Анталия қаласында міне Романиядан келген жігітті кездесіп, екеуміз бір тілде бірімізбен сөйлесіп, түсініп келе жатырмыз. Сәлем Қазақстан деп айтып қойын. Selam Kazakistan. Романиядан келген. Romanya'dan Antalya. Аха. Evet. Selam size. Аты жақсы екен, Тайфун. Tayfun. Иә, екеуміз міне ешқандай орыс тілі, ағылшын тілін қоспай, бір тілмен екеуміз сөйлесіп, танысып, дос болып әңгіме айтып келе жатырмыз. Dost. Evet. Мына жерде жағалауда келе жатып, орысша сөйлегендерді естіп, соларға бұрылып қарасаң, әрине сөйлеп жатқан орысша қазақтар өзіміздің. Басқа елдің бәрі өз тілінде сөйлейді. Мына жерде айтайын дегенім, біздің мынау қазақтың жас келіндері біздің қазақтың ұлтын жоюға тура тапсырма алғандай, туғаннан көз ашқаннан бастап балаларын тек қана орыс тіліне үйретіп, орыс мәдениетіне үйретіп жатады. Сонда бұл не болады? Соңында қазақтың ұлтын жоюға тырысып жатқан адамдар ма бұлар? Қазақта айтады ғой, ана тілінде сөйле деп. Ана тілінде, бала ана тілінде сөйлейді. Ол анасы тек қана орыс тілінде үйрететін болса, барлығы біздің болашағымыз не болады? Мына жас балалардың барлығын, жаңадан туған жас балалардың барлығын аналары, жас біздің келіндер, қазақтың келіндері тек қана орыс тілінде тілдерін шығарып жатыр. Тек қана орысша сөйлейді балалармен. Бұл не, өзі ұлтына қарсы жұмыс жасау ба, өзі ұлтын құрта алмай жүр ма бұлар? Болашақ не болады сонда? Баяғыда біздің аталарымызды совет заманында бұлар намаз оқиды, бұлар отсталый, артта қалған жабай адамдар деуші еді. Ертең бізді де сөйлеп айтатын болады ғой, мына қазақша сөйлейтіндер артта қалған жабай адамдар деп. Солай, түбіне солай жету мүмкін. Бізге қатаң заң керек. Тек қана қазақ тілі деген әйтпесе ұлтымыз құриды. Мына жас балалардың барлығы тек қана орысша тілдері шығып, орысша сөйлеп жатыр. Мектепте де болсын, жасөспірімдер түбінде ұлтымыз жойылады, егер біз қатаң заң қабылдамасақ. Çekip giden dedim yollardan aşağı, yüz yalanım oldu, dağdan aldım. Yüz yalanım oldu, dağdan aldım, dağdan aldım. Çekip giden dedim yollardan aştım, yüz yalanım oldu, dağlara kaldım, dağlara kaldım. Мына Түркияда супермаркеттер неге кішкентай болады десем, мұндағы барлық жаңағы сатылатын продукциялардың барлығы тек Түркияда шығады екен. Мына судың барлығы тек Түркиядан шыққан, шетелден келген су жоқ. Мына жерде тұрған жаңағы сүт өнімдері, мороженый, балмұздақ дейді, басқа барша өнімдер, сок, шырын, барлығы тек қана Түркиядан шыққан продукциялар ғана. Басқа елдің, шет елден келген бір тағам продукция көрмейсің, жоқ. Біздегі супермаркеттегі продукцияларды қарасаңыздар, көбісі жан-жақтан шет елдерден келген продукция ғой. Олар да тек өзінікі ғана.
Бірінші қазан Анталияда 32 градус ыстық. Негізі осы жаңағы қыркүйек, қазан айларында келсе, ауа райы өте тамаша екен. Түркияда көшеде қаңғыған көп екен, бірақ өте семіз иттері. Біз деген қойдың терісін лақтырып жатырмыз. Мыналар қараш қандай жұмсақ қылып илеп қойған қойдың терісін. Керемет. Ассаламалейкум. Қанша тұрады? Қанша? Бағасы. Alacak mı? Sana güzel fiyat yapacağım. Қанша тұрады? 3000 lira. 3000 реал. He, Мына біреуі 3000 реал тұра ма? he. Машалла. Қой. Міне мынау 3000 реал тұрады дейді. He? Çok жұмсақ, керемет. Çok güzel. Kuzu. Мына мешіт салынғанына 2000 жылдай болыпты. Бұл баяғыда, алғашқыда 2000 жыл бұрын гректің жері болған. Сол кезде гректер бұл жерге өздерінің бір жаңағы храмдарын салған екен. Кейіннен 4-5 ғасырларда шіркеу болған христиандардың, сосын 7-8 ғасырларда мешіт болған екен. Сонан кейін 9-10 ғасырда қайтадан церковь болған екен. Сосын 13 ғасырларда шамамен Осман империясы кезінде қайтадан мешіт болған екен. Сол заманнан бері мешіт. Енді түріктерге риза боласын. Біреудің жерін тартып алған, шіркеуді мешіт қылып қойған. Мына мешіттің ішінде кітаптар бар екен, әр түрлі тілде ақпарат. Мына қарап отырсаң, жаңағы кітаптар міне Франция, Италия, Польша тілдерінде, Румыния дейді. Мына жағында Украин тілінде дейді. Мына астың жағында ағылшынша тілінде, орыс тілінде, барлық тілдерде жаңағы кітап, Құран аударылған тұр екен. Қытай тілінде міне кітаптар, діни кітаптар мұсылманның. Франция, Испания дейді міне. Міне Япон тілінде жаңа Құран, басқа кітаптар бар екен, діни. Түркияда кез келген жерде мешіт табылады ғой. Кіп кішкентай мешіт, асты бұлақ. Мына жерде дәрет алатын жері бар. Кез келген жерде мешіт табылады. Түркияда бір жақсы. Мына астында бұлақ. Су мынадан көтерілесің ішіне. Түркияда кешке құптан намазы бітпей, бірде-бір кафеде музыка қоспайды екен. Құптан намазы осы азаны болады, сосын намаз, сосын ғана музыка қосылады. Yollarda güz yolunu
çekip gider. Gönlüm perişan, dost yol kesti, el vurdu elim. Saz ve bassız oldu, perdele sağlam, mızrap tetik çekti, tel vurdu ve saz ve bassız oldu, perdele sağlam, mızrap tetik çekti, tel vurdu ve mızrap tetik çekti, tel vurdu ve bu muhabbet çekmekti bana